Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен қазақ тілі сабағын бастаймыз. Оқушылар, алдарында көрсетілген суретке назар аударамыз. Суреттен не байқадыңдар? Иә, әрине, өздерің байқағандай бүгінгі сабақтың тақырыбы дұрыс тамақтану, денсаулық кепілі. Оқу мақсатымыз мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру, шылау түрлерін ажырата білу және оларды орынды қолдану. Денсаулығымызға пайдалы тағамдармен танысқан болсақ, ендігі кезекте Қазақ тағамтану академиясының академигі Төрегелді Шармановпен сұхбаттасатын боламыз. Ол үшін оқулығымыздағы 124 беттегі мәтінді мұқият қарап, оқып шығамыз. Мәтінге байланысты сұрақтарға жауап берейік. Академиктің күн тәртібі қандай екен? Дүкендердегі қымыздарға қандай баға береді? Қандай тағамдарды пайдаланбайды? Академиктің ас мәзірмен өзінің тұтынатын тағамдарыңды ауызша салыстырып жауап берейікші. Қаншалықты сәйкес келеді? Және де сендер қаншалықты дұрыс тамақтанады екенсіңдер? Бірінші тапсырма. Оқыған мәтінді негізге ала отырып, оңай және қиын сұрақтарды құрастырамыз. Т кестесіне түсіреміз. Дескриптор мазмұнға сай жоғары деңгейлі 3 сұрақ құрастырады. Құрастырған сұрақтарымыз ашық және жабық түрде болуы міндетті. Тапсырмамызды орындап болсақ, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Біз өткен сабақта шылау және оның 2 түрін өткен болатынбыз. Бүгінгі әдеби тілдік нормамыз демеулік шылау. Демеулік шылау сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемдерді байланыстырмайды. Демеулік шылаудың қызметі сөзге немесе сөйлемге күшейту, тежеу, шектеу, болжалдық, күмән, нақтылау мәнін үстейді. Демеуліктер сөзге не сөйлемге үстейтін мағынасына қарай 6 түрге бөлінеді. Олар сұраулық демеулік, күшейткіш демеулік, шектік демеулік, болжалдық демеулік, болымсыздық демеулік, нақтылау мәнді демеулік. Жеке тоқталатын болсақ, сұраулық демеуліктер ма, ме, ба, бе, па, пе шылаулары арқылы жасалады. Сен бүгін қалаға барасың ба? Бұл жерде ба шылау қызметін атқарады және де бөлек жазылады. Күшейткіш демеуліктер ақ, ау, ай, әсіресе да, де, та, те. Ақ, ау, ай дефис арқылы жазылады. Сірә, да, де, та, те бөлек жазылады. Мысалға, осы сен ақ қоймайды екенсің. Сен ақ дефис арқылы жазылады. Шектік немесе тежеу мәнді демеулік шылаулар. Ғана, қана, тек. Мен тек саған ғана сенемін. Болжалдық демеуліктер мыс, міс, ау. Бұлар бізде дефис арқылы жазылады. Мысалға, болыптымыз, өмір сүріптіміз және де ау. Бүгін сен сабаққа дайын емессің ау деймін. Және де 5-ші түрі. Болымсыздық немесе қарсы мәнді салыстыру демеуліктердің түрлері. Түгіл, тұрсын, тұрмақ.
Ол түгілі мен олай жасамаймын. Сен тұрмақ, мен өзім түсініп тұрған жоқпын. Және соңғысы нақтылау мәнді демеуліктер. Қой, ғой, д, т. Сол ғой, айтқанды, көргенді, тағы да басқа. Екінші тапсырма. Әдеби тілдік нормаға байланысты оқылым мәтінін пайдалана отырып, мәтіннен демеулік шылауларды теріп жазыңдар. Оқушылар, бүгінгі сабақтың мақсатына байланысты біз күрделі сұрақтарды құрастыруды, шылаулардың түрлерін анықтап және оларды орынды қолдана білуді үйрендік. Бүгінгі сабаққа қатысуыңды өзің қалай бағалайсың? Яғни, бүгінгі сабақта сенің көңіл-күйің қандай болды? Қандай сұрақтар пайда болды? Немесе сабақты түсіндің ба? Сабақта берілген тапсырмаларды орындау барысында қандай қиындықтар туындады? Жаңа қандай мағлұматтар білдің? Үй тапсырмасы. Көп нүктенің орнына шылауларды тиістісін қойып жазыңыз және түрін анықтаңыз. Бүгінге сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.